Ассаламу алейкум достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте дәмді, жұп-жұмсақ, биік болып пісетін мейізден жасалатын кексті дайындап көрсететін боламын. Сіздерден бір өтініп сұрайтыным, менің жаңадан ашылған каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, комментарий қалдыра отырыңыздар. Сіздерге көп рахмет. Ал ендеше кеттік. Бізге ең алдымен 3 жұмыртқа қажет болады. 3 жұмыртқамызды салып аламыз. Үстінен шекерімізді саламыз. Жақсылап көбігі шыққанша араластырамыз. Егер миксер болса, миксермен араластырсаңыздар болады. Менде венчик, сонымен жақсылап араластырдым. Осылай көбігі шыққанша жақсылап араластырамыз. Сосын үстінен сұйық майымызды құямыз. Сосын тағы бір рет жақсылап араластырып аламыз. Май құйып болған соң көбігі тарқап кетпейтіндей жақсылап араластырамыз. Енді оның үстінен жылы сүтімізді құямыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болу керек. Егер жылы болмаса, қамырымыз көтерілмей қалады. Енді ұнымызды осылай бөліп салып, жақсылап араластырып аламыз. Іртік-іртіктері қалмау керек. Егер ұнды бірден салатын болсаңыздар, қамырымыз қоюланып қалады. Осылай аздап салып, қамырымыздың қоюлылығын осылай тексеріп отырамыз. Осындай қоюлықта болу керек қамырымыз. Енді бұл жерде айтып кететін нәрсе, қопсытқышымызды ең соңында саламыз. Сол кезде кексіміз биік көтеріңкі болып пісетін болады. Қамырымызды бір шетке алып қоямыз. Енді мейізімізді тазалап жуып, оны кептіріп аламыз. Менде осындай сары мейіз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша мейізді қоссаңыздар болады. Сарысын, қарасын. Мендегі сары мейіз. Енді осындай силиконовый ыдысқа қамырымыз бен мейізімізді аз-аздан құйып, бәрі біркелкі болу үшін мейізімізді қасықтың көмегімен осылай араластырып аламыз. Яғни барлық жерінде мейіз болу үшін осылай араластырамыз. Сосын қалпына ену үшін біраз осылай сілкілеп аламыз. Қызып тұрған пешімізге 180 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің кексіміз дайын. Оны піскенін спашканың көмегімен осылай көріп аламыз. Егер спашкамыз ылғал болатын болса, кексіміз әлі дайын емес деген сөз. Енді кексімізді тарелкаға босатып аламыз. Кексімізді қалпынан ақырындап босатып аламыз. Сындырып алмас үшін ақырындап жұмыс жасаймыз. Мінекей достар, біздің кексіміз өте көтеріңкі биік болып, жылтырлап піскен екен. Мейіздері бетінен көрініп тұр, қара-қара болып. Балаларға қонақ келгенде жасап берсеңіздер болады, өздеріңізді қуансаңыздар да болады. Бар болғаны бір стакан сүтпен жасалатын өте дәмді жұп-жұмсақ кекс. Жасалу жолы өте оңай, үйдегі бар затпен жасасаңыздар болады. Мінекей достар, өте сіңкі көтеріңкі болып пісті. Мейіздері бетінен көрініп тұр. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бұл кексті әсемдесеңіздер болады. Мен қант ұнтағымен әсемдедім осылай. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бал қоссаңыздар да болады. Әлде варенье қоссаңыздар болады бетіне. Қыздар, енді осы видео сіздерге ұнап жатса, видеоны бөлсеңіздер болады. Өздеріңізді жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, комментарий жаза отырыңыздар. Егер кекс ұнап жатса, әлде бір кемшіліктер болып жатса, төменде комментарий жаза кетіңіздер. Сіздерден комментарий күтемін. Сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар. Менің видеомды көргендеріңізге көп рахмет. Келесі видеомда жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін баса отырыңыздар. Сол кезде менің келесі сіздерге дайындаған видеомды көре аласыздар. Сіздерге ас болсын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.